Баршаңызға сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін өздеріңізбен осындай бортиған бауырсақ әзірлейтін боламыз. Видеоны соңына дейін қараңыздар. Бізге алдымен жылы сүт керек, қант керек, тұз керек, 2 қасық қаймақ керек, және жылы су керек. Жылы суымыз барлығына ашытқыны саламыз. Жақсылап барлығын араластырып аламыз қасығымызбен, болмаса венчикпен. Алдын ала илекштен өткізілген ұнымызды салып, қасықпен араластырып аламыз. Одан кейін қолымызбен алып, өте жұмсақ қамыр илейміз. Ұнды көп салуға болмайды. Қамыр өте жұмсақ болғандықтан, ұнды жаңағы берілген өлшеммен ғана салуға тырысыңыздар. Осындай жұмсақ қамыр илейміз. Сәл қолымызға жабысып тұратындай, бетін пищевая пленкамен, болмаса майлықпен жауып, көтерілгенше қойып қоямыз жылы жерге. Ашып көтерілген қамырымыз қолымызға сәл жабысып тұрады. Ұнның көмегімен илеп, жаңағы 2 бөлшекке бөліп аламыз. Бір бөлігін қойып, екінші бөлігін жаямыз. Ұнды сеуіп отырып жаямыз. Шлей көп сеуге болмайды. Бізде примерно қамырымыздың жаңағы көлемі мен сіздерге көрсеткендей болып тұрады. Шлей жаңағы қалың болмау керек, шлей жұқа болмау керек. Осындай арнайы ойып алатын кондитерлік құралмен ойып аламыз. Болмаса стакан, кесе, сондаймен ойып алсаңыздар да болады. Болмаса 4 бұрышты етіп жаңағы кессеңіздер де болады. Мен осындай шеңбер етіп кестім. Арнайы легенімізге май жағып, осылай тоқаштарымызды қойып, кішкене 5-10 минутқа қойып алдым. Сәл көтерілген соң, қызып тұрған майға осылай жаңағы қызарғанша үсті астына аударып пісіріп алдым. Көріп тұрғандарыңыздай майда жақсы көтеріледі. Көтерілген кезде асты үстіне аударып отырып пісіріп аламыз. Шлей көп-көптен салмаңыздар, себебі кейбіреулері шлей үлкен болып кетеді, сонда піспей қалуы мүмкін. Менде мұнда бауырсақтарым пісті, осындай доп-домалақ бортиып пісті. Өте дәмді. Менің рецептіммен жасап көріңіздер, өкінбейсіздер. Егер менің каналыма тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп, лайк басып, пікір қалдырыңыздар, мен сіздерге міндетті түрде жауап беремін. Сіздермен болған мен Меруерт.